привет! Бүгін біз сырный рулет жасаймыз. Ол сырный рулетті піскен бойда жесеңіздер просто идеальный дәмі. Либо оны холодильникке салып алып, бір күннен кейін, например, холодный ассортиге қосып турасаңыздар да, ол просто столда идеально болып тұрады. Все, менімен бірге дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өзге турап алыңыздар. Терканы үлкен жағынан өткіземіз. Мінекей болды. Осыған енді манкамызды қосамыз. Содан кейін майонезімізді қосамыз. Майонездің майлылығы, то есть проценті 67% болуы керек. Міндетті түрде 55-тен жоғары процент болсын. Красите, қараңыздар. Тек 2 капля қосам. 1, 2, 3. Осының барлығын жақсы етіп араластырамыз. Осы араласқан сместі енді пергаментная бумагаға бір-бірдей етіп жайып шығыңыздар. Пергаментная бумага либо фрекенбок, либо покландыкі болу керек, потому что қалғандарына просто жабысып қалады, и сіздер орап жатқанда ол жыртылып кетеді. Пока сырымыз духовкада піскенше, біз фаршымызды дайындап аламыз. Ол үшін терканың үлкен жағынан жуаны өткізіңіздер, и кішкентай жағынан чеснокты өткізіңіздер. Именно осы сырный рулет, мне кажется, 4 рулеттің ішіндегі ең оңайы и ең тез пісетіні. Кажется емес, на самом деле солай. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір біз чесноктан кейін фаршымызға приправаларды қосамыз. Паприка, бұрыш, тұз. Паприканы көп қоссаңыздар, сіздердің фарштарыңыз біртүрлі қызыл цветке айналып кетеді, и ол піскенде как будто бы шикі фарш сияқты болып, түрі не толып тұрады. Сол үшін аз қоссаңыздар. Енді барлығын біріктіріп араластырамыз. Қараңыздар, араласқанда бұл фаршты, сырный рулеттің фаршын біріктіріп бір-біріне соқпаңыздар, потому что оны қазір сіздер жай алмай қаласыздар. Жаюға удобны болу үшін осылай істеп алыңыздар. Енді біз фаршымызды сырный сместің үстіне, сырымыздың үстіне әр жеріне бөліп жайып шығыңыздар. Осылай барлығын жайып болғаннан кейін қолмен жаямыз. Қараңыздар, барлық жеріне жету керек. Бұл мен үшін қиын процесс, потому что маған кажется, что фарш, 260 грамм фарш, бұл аз. Но аз емес, ол на самом деле ровно болып күшті болып жетеді. Егер сіздер бағанағы советтерді қолдансаңыздар, міне енді самый главный процесс бұл рулетті орау. Бұл рулетті орағанда мүлдем қорықпаңыздар. Кәдімгідей ішіндегі ауасын шығарып, қысып отырып, осылай созып отырып жасаңыздар. Осылай каждый ораған сайын созыңыздар, потому что сіздер бір жерден қате кетсеңіздер, ол дейтін кескенде бытыраңқы шығуы мүмкін. Егер де сіздер осы орап жатқан кезде арзан пергаментная бумага болғанда, осылай оны созғанда ол жыртылып кететін еді. Сол үшін міндетті түрде качественная бумага болу керек. Ол бізде поклан, либо фрекенбок. Менің қазір қолданып тұрғаным ол фрекенбок. Бұл пергаментная бумага покланға қарағанда сәл кішірек екен. Қараңыздар, біз мені күштетіп қысып отырып мені орадым. Мен қорқам шашылып кетеді, поэтому мен оны қайта қыса берем. Енді осы дайын болған рулетті фольгамызға 3 рет ораймыз. Ол деген сөз, сіздер 3 фольгаға орайсыздар. Міне мен біріншісіне орадым, осыдан кейін екіншісіне алып тағы ораңыздар. Жанын бұлай біріктіруді ұмытып кетпеңіздер фольганың. Содан кейін духовкада 30 минут тұрғаннан кейін ол қатты ыссы болады, кесу прям невозможно. Сондықтан духовкадан шыққаннан кейін кішкене суығанын күтіп, осылай әдемі етіп кесіп алыңыздар. Бұл жерде сіздердің фарштарыңыз шашылмас үшін кәдімгідей өткір пышақпен кесіп алыңыздар. Вот и все. Қараңыздар қандай күшті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бұл рулет өте оңай и тез жасалынады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.
Келесі рецепттерді көру үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар.